Қайырлы күн. 3 күн енді мемлекеттік демалыс бітті. Қызыл күн бүгін 24 наурыздың. Енді небір жаңалықтардан естіп жатырмыз. Мына жерде нан, пан қоқыста жатыр, бауырсаққа талас, киіз үйге кіре алмау, наурыз көше сатылады. Мен өзімді қанша білем, Алматыда қанша туып өсіп, өзімді адам ретінде, саналы ретінде қанша білем. Кішкентай күнімнен сол наурыз жаңа алаңға барғанда киіз үйлер тігіледі. Әр компания, әр жаңағыдай мекеме өзінің киіз үйін тігіп қояды. Оған бөтен адам кіре алмайды. Тек сол өзінің сол ұжымы ғана кіреді. Ол бір. Екіншіден, наурыз көше сатылады. Үшіншіден, кез келген тамақ, кез келген бауырсақ, кез келген бәрі сатылады. Тегін деген дүние жоқ. Болмаса сол орыстың аузына тығады оны, чак-чактарды, нелерді. Әр жаңағыдай диаспоралар, этностар сол баяғы сол орыстың аузына тығады оны. Сонымен мен шын айтсам, қазірде мысалы қызым бар, мен ондай халықтық серуенге мен мысалы шыққым келмейді. Өйткені әділетсіздік, одан кейін шашлыктарын, кәуаптарын пісіреді, жан жақта қоқыс не алған, содан кейін шын айтсам ішің ауырады, жүрегің ауырады, көңілім қатты босайды. Содан кейін шын айтсам барғым келмейді, бармаймын да. Оны бір жаңалық қылып айтатындай ол бір жаңалық емес. 30 жыл, 32 жыл ма қанша болды егемендік, ол кеңес өкіметінде де сол болған. Сондықтан қазақ болып егемендік алып, қазақ ұлты өзінің осы жердің иесі екен, шаңырақтың егесі екен, тақтың нақ мұрагер екен деп өзін көрсетіп, кәдімгідей киіз үйді ауыл, көше жаңағыдай дастарханды төсеп жіберіп, бауырсақ шашып жіберіп, әр үй, мысалға мен мына жақта, мынау пәтерден ана апайымыз мына жақта, әрқайсымыз сол леген керсен болмаса жаңағыдай дастархан сыпыраларымызбен барып соған төгіп, бәріміз сөйтіп шашылып, сөйтіп жеп, одан кейін жинап, сыпырып, сыдырып, үйімізге сол апарғанымыздан қайтып бір-бірімізге сөйтіп сыбаға салып беріп, солай болмаса, онда да қазақ егемендігін алғанда ғана. Ал мынандай көп ұлтты көрсе қызар, немене дейді, капиталист болмаса мынандай террористік, мынандай бай кедей заманда міне 0 ұлттық наурыз деген мүлдем жоқ.